Қайырлы күн, достар. Менің есімім Молдахметова Амангүл, Сақ қызы, Ақтөбе қаласының бала неврологы, УЗИст, функционалист. Қазіргі таңда мен осы Биотоник компаниясының партнерімін. Енді мен сіздерге Биотоник компаниясының өнімдері туралы айтатын болам қазір. Бұл Биотоник компаниясы біздің қазақстандық отандық шөптерден жасалынған өнімдер. Алтай өңірінде, Тарбағатай деген жерде жиналып алынады шөптерді. Алматыда Казбат деген бат өндіретін заводта осы жерде мынандай формула қылып жасалынады. Енді біздің компанияның негізін қалаушы Аханов Раджан Маратұлы және екі врач, профессор, травник, екі врачымыз бар. Ержан Сабиталиұлы деген эндокринолог және Сафар Абдуллаевич деген невролог, екі врачымыз бар. Бұл шөптерден жасалынған өнімдер бізде бесақ өнім бар. Очищение и восстановление. Бірінші өнім бізде ПМ деп айтылады. ПМ бұл ағзадағы құрттарды тірілей масаң түрінде шығарады. Себебі құрамында 5 түрлі шөп бар. Ащы жусан, мята, қара сені, көктеректің қабығы және пижма, ромашка. Бесеуі 5 түрлі қызмет атқарады. Біздің ағзада 250-ге жуық құрттар болады. Сол құрттар біздің ағзада былай ішекке жабысқан күйінде тұрады. Ол да тірі организм біздің асқазан ішек жолындағы біздің жеп отқан тамағымызды, витаминдерімізді сорып, өзінің бөлінісін бөліп, бізде өт жолдарын, сосын токсиндерін, шлактарын бөліп, сол жерде қоқыс қылып шығарып отырады. Сол жабысып тұрған құрттарды пижма жұлып алады. Жұлып алынған кезде мына жерде слизистая оболочкада кішкене қансырап қалады екен. Сол ащы жусанның ең бірінші қасиеті қан тоқтату. Мята сол жерде заживлять етеді, сол жерде успокаивать етеді, сол жерде больно снимать етеді, ауырсынуды басады. И ромашка антисептик қылады. Солай 5 түрлі қызмет атқарып, осы құрттарды масаң түрінде сыртқа шығарады. Бұл ПМ-нің қасиеті енді айттым ғой, құртты тірілей шығарады. Бұны тек қана кешкісін береді, кешке, себебі құрттар активный болған кезде сол кезде ішектен оңай жылынып алып шығады. Енді бұны 1 жастан 7 жасқа дейін бір капсуладан береміз, 7 жастан жоғары кәрттік возрастқа дейін 2 капсуладан 4 капсулаға дейін береміз. Бұны ыссы сумен кешкісін сағат 10-да ішіледі. Келесі өнім бізде АМ. АМ бұл бізде гепатопротектор, бұл желчегонный, бұл мочегонный, бұл асқазан ішек жолдарындағы босаңсыған құрттардың бәрін желчегонный етіп алып шығады. Бұның құрамында 6 түрлі шөп бар. Ең мықтылығы расторовшы. Расторовшы бұл бауыр жасушаларын қорғайды, қалыпқа келтіреді, тазалайды және бос жүрген свободный радикалдарды сол жерден қорғайды. Корень одуванчика бар, корень лопуха бар, олар өт жолдарын тазартады, өтті сұйылтады. Сосын астрагал деген, шиповник деген, кардицепс деген тағы шөптер бар. Бұл екеуін мынаны АМ-ді таңертең, обедте, кешке 3 мезгіл ішеді. Осы екеуін 15 күн ішіп алады. Және де бұл АМ бізде меземфорте, крион, солардың орнын заменить етеді, себебі біздің асқазан ішек жолдарындағы айттым ғой, құрттар көп болғандықтан ол жерде қышқылдық орта пайда болады. Қышқылдық ортаны сілтілік ортаға айналдырып отыратын ең мықты өнім бізде. Осы екеуін 15 күн ішіп аламыз. Сонан кейін барып, үшінші өнімді қосамыз. Үшінші өнім бізде Геракл. Геракл, үшінші өнім. Геракл бұл бізде клетка аралық нелерді тазалайды. На клеточном уровне очищение жүреді. Бұл мына екеуінің әлі келмеген бізде құрттар болады, ұяланып қалған соларды гельменты, эхинокок, пычецеп, сосын апистархоз деген құрттар болады. Міне солардың бәрін еріту арқылы шалады және бүйректегі, өттегі, қуықтағы тастарды да тазалайды. Бұлар құрамында себебі 6 түрлі шөп бар, оның 4-еуі кардицепс. Кардицепс чага, кардицепс рейша, кардицепс лисичка және кардицепстің өзі. Бұл организмді на клеточный уровне очищение жасайды. Осы екеуін 15 күн ішіп алып, сонан кейін мына үшінші өнімді қосамыз, сонымен 20 күн ішеміз. Одан кейін 4-ші өнім бізде рековер.
Recover бұл бізде мықты противовоспалительный, противовирусный, противобактериальный қызмет атқарады. Бұл құрамында кардицепин бар, 99.9%. Мықты концентраты ең жоғары кардицепс біздің өнімдердің ішіндегі. Бұл природный антибиотик болып табылады. Бұл жаңағы организмде қандай да бір воспаление бар, қабыну бар, соның бәрін жақсы шығарады. Бұл негізі ковидтің кезінде шығарылған өнім деп айтылады. Және де антиоксиданттық қасиеті бар. Жаңағы свободный жүрген біздің организмде радикалдар болады қанымызда, солардың бір-біріне бірігіп кетпеу үшін соны ыдыратып жіберіп отырады. Және де кімде-кім онкологиямен ауырып қалған болса, егерде сол онкоклеткалардың өсуін тоқтатады. Сондықтан бұны таңертең, обедте, кешке 3 мезгіл ішіледі. Жылы сумен ішіледі. Жаңа айтып кетпеппін, Геракл бізде жыныс органдарының қызметін қалыпқа келтіргендіктен, бұны тек қана 12 жастан бастап береді. Мұнаны таңертең, обедте, кешке 3 мезгіл беріледі. Содан кейін 5-ші өнім бізде Сафрат деген өнім. Сафрат бұл бізде брендовый болып табылады. Неге? Себебі біздің компанияның негізін қалаушы Раджан Маратұлы мен невролог Сафар Абдуллаевтың екеуінің құрметіне бас әріптермен Сафрат деп берілген. Бұл құрамда 10 түрлі шөп бар. Ең мықтылығы бұл жерде топинамбур, земляная груша деп айтамыз топинамбурды. Ол жердің алмұрты немесе бұл ұйқы безінің қызметін қалыпқа келтіреді, сол жерде инсулиннің бөлінуін реттеп отырады. Сондықтан 37-38 болып отқан сахарларды 5-6-ға дейін қалыпқа келтіріп отқан ең мықты өнімнің бірі. Және де құрамында тмин бар. Тмин бұл хадисте айтады, кәрілік пен өлімнің